Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Менің атым Молдағалиева Назгүл Нұрланқызы. Информатика пәні мұғалімімін. Бүгін сіздерге 5-ші сынып оқушыларына арналған ашық сабағымды ұсынамын. Бағалы парақтары осыған лайктарын салып, лайк санын есептейді. Қай топтікі көп, сол топ жеңіске жетеді. Сабақтың тақырыбы робототехника және оның перспективалары. Сабақ басында оқушылармен жылы амандасып, жағымды психологиялық ахуал қалыптастырдым. Оқушылардың көңіл күйін көтеру мақсатында робот тілек айтады әдісін қолданып, тәттілер тараттым. Келесі кезеңге оқушыларды топқа бөлдім. Топ атаулары қазіргі заманға сай қызықты таңдалды. Instagram және TikTok топтары. Бағалау жүйесін де ерекше форматта ұйымдастырдым. Сабақ барысында оқушылардың белсенділігі лайк әдісі арқылы бағаланып отырды. Сабақ соңында ең көп лайк жинаған топ жеңімпаз атанады. Топқа бөлуді WordWall платформасы арқылы жасырылған терезені ашу әдісімен өткіздім. Тапсырмасын тексеру барысында оқушыларға берілген тапсырма «Мен жас өнертапқышпын» тақырыбында ChatGPT көмегімен өз қиялындағы роботты жасау болды. Әр оқушы өз роботын экранға шығарып, оның қызметін таныстырып өтті. Одан кейін робототехниканың дамуы туралы бейнематериал көрсетіліп, жаңа тақырып ашылды. Тақырыпты түсіндірген соң, топтық жұмыс жүргізілді. Instagram тобы роботтың пайдасы туралы, ал TikTok тобы роботтың зияны туралы постер дайындады. Сабақ ортасында сергіту сәті ұйымдастырылып, оқушылар кремлді қайтала ойынын орындады. Келесі кезеңде жеке жұмыс берілді. Оқушылар Қазақстанның дамуына үлес қосу үшін қандай робот жасайтын едің тақырыбында шағын эссе жазды. Сабақты бекіту мақсатында «Миллион кімге бұйырады» ойын арқылы 10 сұрақтан тұратын тапсырмалар орындалды. Көттен басқарылатын роботтар, бірінші бұны қашықтықтан басқарған, жаңағы айға ұшқан роботта басқарылған осы көттен дәурен 700 теңге дәурен ұтламекен көрек. Толтырып айтамыз, 4-5 жылдың ішінде алдағы уақытта бізде жасанды ми жобасы шығуы мүмкін. Келесі Сабақ соңында тапсырмасы беріліп, лайктар саналып, жеңімпаз топ анықталды. Оқушылар рефлексия жасап, өз әсерлерімен бөлісті. Назарларыңызға рахмет.